Келесі 3-те 102-ші есебіміз. Нүктелерінің қайсы y тең x квадрат функцияның графигіне жатады деді. Онда а нүктесін тексеріп көрейік. Ол бізде 2, 4-ке тең. Координаталар 2 мен 4-ке тең. Бұндағы 2 деп отқанымыз x, y деп отқанымыз 4-ке тең. Орнына апарып қояйық. Яғни 4 тең 2-нің квадратына дейді. Яғни тең болып тұр. Сондықтан да бұл нүктелеріміз, бұл координаталарымыз а нүктесі бұл түзудің бойында жатады екен. Келесі в нүктесін тексерейік. Ол -1 және 1. Y дегеніміз 1-ге тең. 1 тең -1-дің квадраты. Яғни тең болады екен. Сондықтан да в нүктесі бұл теңдеудің бойында жатады екен. Келесі үшіншісі с нүктесін тексерейік. 1 мен -1. Яғни -1 тең 1-дің квадратына дейді. Ол бізде ақиқат емес. Сондықтан да с нүктесі бұл теңдеудің бойында жатпайды екен. Келесі д нүктесін тексерейік. -3 пен -9. Так, -9 деп отқанымыз -3-дің квадратына тең дейді. Бізде квадрат ешқашан минустан шықпайды. Сондықтан да бұл ақиқат емес. Сондықтан да д нүктесі бұл теңдеудің бойында жатпайды. Келесі е нүктесін тексерейік. Е нүктесі 5 пен -25. Так, бұл да жатпайтын сияқты. Себебі y-іміз -25-ке тең болса, 5-дің квадраты. Бұл да жатпайды. Е нүктесі бұл теңдеудің бойында жатпайды екен. Келесі f нүктесін тексерейік. -4 пен 16. Яғни y деп отқанымыз 16-ға тең ғой. 16 тең -4-дің квадраты. Яғни 16 тең болады 16-ға. Сонда f нүктесі бұл теңдеудің бойында жатады екен. Келесі 3-те 103-ші есебіміз. Нүктелерінің қайсы y тең x куб функциясының графигіне жатады. А нүктесін тексеріп көреміз. А нүктесінің координатасы бізде 3 пен 27-ге тең болады екен. Енді y-тің орнында бізде 27, x-тің орнында 3 бар. Орнына апарып қояйық. Яғни 27 тең 3-тің кубы дейді. Ол бізде 9-27-ге тең болады. 27 тең 27-ге. Сондықтан да а нүктесі ол теңдеудің бойында жатады екен. Келесі екінші в нүктесін тексерейік. -3 27. Так, y деп отқанымыз 27-ге тең. Сонда 27 тең -3-дің кубы. Так, минустан шығып кетеді бізде. 27 тең -27-ге тең болады. Сондықтан да екі жағымыз теңескен жоқ. Сондықтан да бұл нүкте бұл түзудің бойында жатпайды. Яғни теңдеудің бойында жатпайды екен. Келесі с нүктесін тексеріп көрейік. Ол бізде -1 мен 1 екен. Яғни 1 тең бізде -1-дің кубы. 1 тең болады. Сонда -1-дің кубы минустан шығады. Сондықтан да бұл нүктеміз теңдеудің бойында жатпайды екен. Келесі а, в, с кетті. д-ны тексеріп көрейік. д дегеніміз 0 мен 1. Так, 1 тең 0-дің кубы. Ол да бізде жатпайды, себебі 1 шықпайды. Келесі е нүктесін тексеріп көрейік. -2 мен -8. Так,
y дегеніміз минус 8-ге тең минус 2-ның кубы тең бола ма деп сұрап тұр ғой. Сонда минус 8 тең болады минус 8-ге. Яғни е нүктесі ол теңдеудің ойында жатады екен. Келесі бізде f нүктесін тексерейік. Ол деп отқанымыз 8 бен 2. Яғни y деп отқанымыз 2-ге тең 8-дің кубы дейді. Ол бізде тең емес болады, тең емес. Бізде кубы нешеге тең болып кетеді? 512-ге тең болып кетеді. Сондықтан бұл нүктеміз жатпайды екен. Мынау тең емес бізде. Так, мынау тең болды. Мынау тең емес болды. Мынау да тең емес болды. Келесі 3-те 104-ші есептің m-ның қандай мәндерінде y тең x квадрат теңдеуінің графигінде жатады дейді. А нүктесі берілген минус 3 m. Сонда m деп отқанымыз бұл y-ге тең. m тең, сонда минус 3-дің квадраты. Сонда m тең болады бізде 9-ға. Яғни 9-ды қойған кезде бұл А нүктесі мына түзудің бойында жатады екен. Келесі В нүктесі дейді. В нүктесі m және 25. Орнына апарып қояйық. M деп отқанымыз y 25 тең m-ның квадраты. Яғни m дегеніміз қандай санның квадраты бізде 25-ке тең болады. Сонда ол бізде 5-ті 5-ке көбейтсек 25-ке тең болады. Сондықтан да m 5-ке тең болады екен. Келесі 3-те 105-ші есебіміз. m-ның қандай мәндерінде А нүктесі, В нүктесі, y тең x куб функциясының графигіне жатады деді. А нүктесін шығарайық. А нүктесі минус 3 пен m екен. m деп отқанымыз y-ге, минус 3-іміз x-ге тең. Орнына апарып қояйық. Сонда m тең минус 3-дің кубы. Сонда m тең болады. Минус 3-дің кубы бізде минус 27-ге тең болады. m-ның орнына минус 27-ні қойған кезде А нүктесі мына теңдеудің бойынан өтеді. Келесі екіншісін шығарайық. В нүктесі m және 8, координаталар 8-ге тең екен. Нүктесі мына бір түзудің бойына өту үшін m-ның орнына қандай санды қоямыз дейді. m деп отқанымыз x, 8 деп отқанымыз y-ге тең. Орнына апарып қояйық. 8-тен m-ның кубы, яғни қандай санның кубы 8-ге тең дейді. Ол сонда бізде 2 саны болады екен. Яғни m-ның орнына 2-ні қойған кезде В нүктесі мына теңдеудің бойынан өтеді екен. Келесі 3-те 106-ші есебіміз. y тең 2x-тің квадраты функциясының графигінде А нүктесі жата ма дейді. А нүктесі бізде 2 мен 8-ге тең. Енді x деп отқанымыз 2, y деп отқанымыз 8-ге тең. Орнына апарып қояйық. 8-тен 2 көбейтілген 2-ның квадраты. Ол деп отқанымыз 2-тен 2 көбейтілген 4 нәтижесі тең болады екен. Сондықтан да бұл нүктеміз мына бір теңдеуіміздің бойында жатады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі бізде В нүктесі минус 3 және 18 координаталары. Енді орнына апарып қояйық. Y дегеніміз 18-ге тең 2 көбейтілген минус 3-тің квадраты. Сонда 18-тен
2 көбейтілген 9 нәтижесі теңеседі екен. Сондықтан да бұл В нүктесі мына бір теңдеуіміздің бойында жатады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Ол бізде С нүктесі координаталары -3 пен 9-ға тең екен. Орнына апарып қояйық. 9 тең 2 көбейтілген -3-тің квадраты. 9 тең 2 көбейтілген 9 болады. Ол бізде тең емес. Сондықтан да С нүктесі бұл теңдеудің бойында жатпайды. Келесі Д нүктесін тексеріп көрейік. Ол бізде төртіншісі. Координатасы 3 пен 18 екен. Так, 18-тен 2 көбейтілген 3-тің квадраты. Сонда 18-тен 2 көбейтілген 9 нәтижесі теңеседі. Сондықтан да бұл нүктеміз мына бір теңдеудің бойында жатады екен.